Сәлеметсіздер ме оқушылар, менің атым Ринат. Сіздерге бүгінгі сабағымды беріп тұр. Сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңдеулерді шешудің негізгі әдістері. Енді тақырыптың өзі айтып тұрғандай, бізге белгілі әдістерді қарастырып тұруға тырысамыз. Әрине, бүкіл әдістермен барлық теңдеулерді шеше аламыз деген тұжырым айта алмаймыз, бірақ негізгі деген 5-6 әдістерді қарастырып өтуге болады. Енді әдістерді бірінші бастамас бұрын ең қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шешудің формулалары, яғни ең бірінші негізгі әдісті еске түсіріп алсақ, ол үшін алдарыңызда тұрған кестелерді толтырып шығайық. Өзіміз ішімізден мысалға синус x тең а. Бұл теңдеудің шешімі x тең минус 1-дің n дәрежесі арк синус а плюс pn. n тиісті z, яғни n бүтін сан, және а дегеніміз минус 1 мен 1-дің арасында жату керек. Сол сияқты сіздер косинус x тең а, тангенс x тең а, котангенс x тең а деген теңдеулерге осы формулаларды жазып шығыңыздар. Енді ол жазып шығғаннан кейін шешімдердің дербес түрлері, яғни синус пен косинус, біз осы негізгі екі теңдеуді тригонометрия функцияларын 0-ге, минус 1-ге, 1-ге теңестірген кезде дербес түрлерін сіздер бөлулеріңіз керек. Әрине, бұл сіздер жатқа білсеңіздер көмегі бар, бірақ егер жатқа білмесеңіздер, әсіресе математикада көп формула жаттау мүмкін емес, бірақ көз алуларыңызға осы синус x және косинус x функцияларының графиктерін елестетіп, графикті оқи алу дағдыларыңызды қалыптастырып, мына кестені толтырып шықсаңыздарды сұраймын. Енді толтырып болсаңыздар, міне алдарыңызда жаңағы синус пен косинустың жауаптары тұр. Енді жаңағы өздеріңіз айтқандай, мына синус x тең а, косинус x тең а деген теңдеулердің, косинус x тең а деген теңдеудің шешімі ол плюс минус арк косинус а плюс 2pn. аға шектеу минус 1 мен 1-дің арасында жату керек болады. Енді осыларды қайталап болғаннан кейін, бұдан басқа қандай әдіс тәсілдерін білеміз. Әрине, барлық теңдеу шешкен кезде әртүрлі әдістерді қолданамыз, бірақ ең соңынан бәрі осы қарапайым тригонометриялық теңдеуге алып келіп соғады. Сондықтан жаңағыларды біз жатқа білуіміз керекпіз. Енді басқа әдіс тәсілдердің ішінен ең маңыздысы, ең атақтысы делік көпке жайылған ол ауыстырым жасау тәсілі. Бұл тек қана тригонометрия теңдеулерде емес, логарифм теңдеулерде, жаңағы көрсеткіш теңдеулерде де кездесіп жатады. Алдарыңызда тұрған тригонометрия теңдеудің барлығын ауыстырым жасау арқылы шешуге болады. Мысалға, бірінші 2 косинус квадрат x плюс 14 косинус x тең 3 синус квадрат x тең теңдеуді қарастыратын болсақ, мына жерде ауыстырым жасау тәсілінің негізгі әдісі, біз бір-ақ функция қалдыруға тырысуымыз керекпіз. Әрине, біз мына косинус x-ті синус x-ке айналдырғаннан гөрі синус квадрат x-ті косинус квадрат арқылы өрнектеген жеңіл. Ол үшін синус квадраттың орнына 1 минус косинус квадрат деп жазсақ болды. Барлық теңдеуде тек косинус функциядан тұратын теңдеу аламыз. Және косинус x-ті басқа бір әріппен алмастырсақ, қандай да бір квадрат теңдеуді алып шығып, сол квадрат теңдеуді Виет теоремасы немесе дискриминант бойынша сіздер шеше аласыздар. Енді 122-дің а мысалына қарасақ та тангенс x плюс 2 котангенс x тең 3 деген теңдеуде. Мысалға, мен тангенс x-ті белгілі бір әріппен алмастыратын болсам, онда котангенс x-ті мен тангенс арқылы өрнектеу үшін 1 бөлінген тангенс деп жазсам жеткілікті. Сонымен оны да сол әріп арқылы алмастырып, квадрат теңдеуге айналдырып шығаруға болады. Енді бұл жерде негізгі нәрсе, жаңағы синус пен косинус x-ке тиесілі қандай да бір квадрат теңдеу немесе куб теңдеу шыққаннан кейін ол теңдеуді шешу керек. Ол теңдеуді шешкен жауаптарынан біз барлығын ала бермейміз. Кейде бір біздің жауаптар 2 немесе 3 болып қалса, ол жауаптарда біз шешім жоқ деп айтамыз. Өйткені косинус және синус x функциялары үшін ғана олар минус 1 мен 1-дің аралығында ғана жату керек болады. Енді ауыстырым жасау тәсілін еске түсіріп алсаңыздар, келесі тәсіл ол көбейткіштерге жіктеу тәсілі әдісі. Көбейткіштерге жіктеу әдісі теңдеудің бір жағы 0-ге тең болатындай етіп көбейткішті жіктейміз және жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Енді көбінесе осы біздің Шыныбектің кітаптарында кездесетін есептерге мынау алдарыңызда тұрған 3 формула, синустардың, косинустардың айырымы қосындысы, осы формулаларды жатқа білсеңіздер жеткілікті. Енді тақырыбымызды алға жалғастырайық. Осы көбейткіштерге жіктеу әдісіне келесі мысалдарды, мысалға міне 116 есеп синус x минус синус 3x плюс синус 5x тең 0 деген көрдіңіздер. Алдарыңызда теңдеудің бір жағында 0 тұр, екінші жағында жаңағы тригонометриялық өрнектер тұр. Бұл жерде әрине біз синус x минус синус 3x деген бірден мына екеуін амалды орындап,
қақпанға түсіп қалмауымыз керек. Біз алдымен математикалық есептер шығармай тұрып кішкене ойлану керек. Яғни синус x пен синус 5x екеуін қосқан жөн. Өйткені біз жаңағы естеріңізде мына формулаларды жатқа білсеңіздер, біз аргументтерді аламыз, немесе қосамыз және 2-ге бөлеміз. Егер мына жерде x пен 5x екеуін қоссақ 6x, оны 2-ге бөлсем 3x, яғни ортадағы функцияның 3x деген аргументіне келеді. Яғни мүмкін біз синус 3x-ті көбейткішке жақшының сыртына шығарып, сол арқылы жаңа көбейткішке жіктеу әдісін қолдануымызға болады деген ойлар келеді. Бірден ойланбай есепті шығара салудан бас тартуды шақырамын. Екінші а-да мысалы косинус 2x плюс косинус 4x деген есепті осы екеуін алуымыз керек. Өйткені 2x пен 4x 6x береді, оны екеуін 2-ге бөлсем, әрине мына жерде тұрған косинус 3x, яғни косинус 3x-ті болашақта көбейткішке жіктеп алуға болады. Мына есептерде дәл солай. Мына жерде синус пен косинустардың көбейтінде формулаларын білуіміз керек. Енді 10x, 7x, 2x, 15x деп тұр, орта мысалы 17x, мына жерде қоссаңыз 17x деген сияқты ортақ бір косинус немесе синустың аргументтері бірдей болатын функциясын шығаруға болады. Ол үшін тек тригонометрияға байланысты формулаларды жақсы білсеңіздер болды, жеткілікті. Келесі теңдеуді, тригонометрия теңдеудің әдісі ол біртек теңдеулерді шешу. Біртек теңдеу дегеніміз қандай теңдеу? Ол егер әрбір теңдеудің әрбір мүшесінің дәрежесі тең болатын болса, ондай теңдеулерді біртекті теңдеу деп айтамыз. Біртек тригонометриялық теңдеуде дәл солай, әрбір мүшесінің тригонометриялық дәрежелері тең болатын болса, ондайлар біртекті тригонометриялық теңдеулер. Ал ондайларды біз шешу үшін біз синус квадратқа немесе косинус квадрат деген функцияларға бөліп жүруіміз керекпіз. Міне алдарыңызда тұрған 4 теңдеудің төртеуі біртекті тригонометриялық теңдеулер. Мысалы синус квадрат, мына жерде 2 синус x косинус 2 бір дәрежеден квадрат береді. Мынау да косинус квадрат, яғни b 117-нің b-сы дәрежесі 2-ге тең тригонометриялық біртекті теңдеу. Мына теңдеуді шешу үшін біз осы теңдеуді синус квадрат x немесе косинус квадрат x функциясына бөліп жіберіп, тангенс немесе котангенстен тұратын теңдеу аламыз. Әрине ары қарай біз тангенс немесе котангенсті ауыстырым жасау арқылы, бағанағында ең бірінші әдісті айтып өткендей, квадрат теңдеу алып шығып, оны дискриминант арқылы немесе теоремасы арқылы шешіп, арға шығарып алып кетуімізге болады. Енді мұндай теңдеулерді көбіне біз жаңағы қос аргументтің формулаларын білуіміз керек. Біз мысалға 125-тің мына есебінде 7 синус квадрат x минус 4 синус 2x косинус квадрат x деп тұр. Мына алдарыңызда тұрған барлық осы 4 теңдеуді біртекті тригонометриялық теңдеу және соның шешу әдісімен синус квадрат немесе косинус квадрат функциясына бөліп жіберіп шығара аламыз. Тек одан бұрын біз синус 2x деген функцияның орнына 2 синус x косинус x формуласын қолданып шығаруымыз керекпіз. Мына жерде алдарыңызда тұр, синус 2x-ның орнына 2 синус x көбейтілген косинус x деген формуланы білуіміз керек. Оны білсек, ары қарай жаңағы оп-оңай шыға алады. Енді осы сабақ сіздерге қайталау ретінде жақсы пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар, рахмет.